Құрметті Астана банкінің клиенттері, менің есімім Жанар. Бүгін мен сіздерге Еуразиялық банктен кепілдендірілген өтемді алу тәртібін түсіндіремін. Өтемді төлеу Еуразиялық банкте 2019 жылдың 26 қаңтарынан басталады. Ол 6 ай бойы, яғни 2019 жылдың 26 шілдесіне дейін жалғасады. Өзіңіздің салымшылардың тізімінде бар жоғыңызда банктың сайтынан тексеруге болады. Егер сіздің Астана банкінде ұлттық валютада сақталған депозитіңіз, ағымдағы және карталық шотыңыз болса, өтемнің ең жоғары мөлшері 10 миллион теңге болады. Ал шетел валютасындағы депозиттер мен шоттар бойынша 5 миллион теңгеге дейін өтем төленеді. Егер сіздің ұлттық және шетел валютасында сақталған бірнеше депозитіңіз болса, өтемнің ең жоғарғы мөлшері 15 миллион теңгеге тең болады. Өтем сомасын алудың бірнеше тәсілі бар. Еуразиялық банктегі ағымдағы немесе жаңадан ашылған депозитке аудару арқылы. Еуразиялық банктегі ағымдағы немесе жаңадан ашылған шотқа аудару арқылы. Еуразиялық банктегі ағымдағы немесе жаңадан ашылған картаға аудару арқылы. Касса арқылы қолма-қол ақшамен. Өтемді алу туралы өтініште көрсетілген өзге банкке қаражатты аудару арқылы. Өтем аударылатын депозитті, шотты және картаны банкте бірден ашуға мүмкіндік бар. Бұл жағдайда комиссия қарастырылмайды. Ал өтем өзге банктың шотына аударылатын болса, белгіленген мөлшерде комиссия бар. Өтем бөлімшеге клиент жолыққан күні төленеді. Яғни қаражатыңызды банкке бір рет қана келіп бірден алуыңызға болады. Өтемді алуға келгенде жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетілген. Жеке басты куәландыратын құжатыңыз, яғни жеке куәлікті немесе паспортты қоса алып келу қажет. Ізінше Еуразиялық банкте арнайы өтініш толтырасыз. Қажет болған жағдайда банк қосымша құжаттар сұрауы мүмкін. 26 қаңтар сенбі, 27 қаңтар жексенбі күндері жеке тұлғаларға қызмет ететін Қазақстандағы банктың барлық бөлімшелері кеңейтілген кесте бойынша жұмыс істейді. 26 қаңтарда таңғы сағат 8-ден кешкі 10-ға дейін, 27 қаңтарда таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін қызмет көрсетеді. Сонымен қатар 6 ірі қаладағы банк бөлімшелері арнайы күшейтілген режимде қызмет көрсетеді. Бөлімшелердің жұмыс кестесі мен мекен-жайларын банктың сайтынан табуға болады. Егер бұдан да өзге сұрақтарыңыз болса, видеоның төменгі жағында пікір қалдыруларыңызға болады. Келесі кездескенше күн жақсы.